Бирократар, адамдар деген осындай ақылға берілген кезде дінде жоқ нәрсені істей береді. Ақтөбеде бір жігіт біреуді некелеп алады. Өзін сәләфимін деп жүрген жігіт. Бірінші ол ана валиден құтылу үшін былай деп айтады. Қызды алдап жатыр да ол. Біріншіден бір үйге кіргізеді. Бір үйге бір бөлмеге кіру шариғатта харам. Екіншіден оның ата-анасының рұқсатынсыз онымен сөйлесу ол да харам. Ата-ананың рұқсатын алу керек. Сосын ол енді ата-ананың бәрін алып тастауды көздейді. Сөйтеді айтады, мен әке-шешем намаз оқымайды, кәпір, сен әке-шешеңше дейді. Қыз ештеңе білмейді енді, мен әке-шешем намаз оқымайды. Онда олар кәпір екен, бізге олардың рұқсат керек жоқ дейді. Рұқсат алатын адамдарды сызып тастады кәпір. Ол сенің ақидаңда ол намаз оқымайды адам кәпір болса, мысалы, біздің масқамызда, біздің ақидамызда ол намаз оқымаса да мұсылман десе мұсылман. Бірақ сенің ақидаңды айтып тұрайық. Оның ақидасы кәпір болса, ол қыздың нағашысы жоқ па, ол қыздың туысқандары жоқ па? Пайғамбар алейхиссалам айтады, кімнің валисі болмаса, оның валисі сұлтан дейді. Қазіргі күнде облыстың имамдары тұр. Қайда ол валиден сұрады деген нәрсе? Пайғамбар алейхиссалам айтады, ла никах илля би валин ва шахидай адлин дейді. Неке болмайды, вали болмаса, екі әділ куә болмаса дейді. Бұл валиді аптасады. Соң кейін айтады, куәнді аптасайды. Біздің дейді, 5 куәміз бар дейді. Біреу Алла Тағала дейді. Екіншісі сенің оң жағында періште дейді. Сол жағында періште, 3 болды дейді. Менің оң жағымда періште, сол жағымда періште. Біздің 5 куәміз болды дейді. Міне бізге дейді куә да керек емес дейді. Құранда Алла Субхану ва Тағала ашық айтып қойған. 2 әділ куә сендерден болсын деген, мен кім деген. Періштелерден болсын, мен куәмін деген жоқ. Қараңыз, қандай дінді түсініп жатыр да ақылға берілгеннен кейін. Соң кейін екесін қиып алады. Құран Кәрімде Алла Субхану ва Тағала айтады, әйелдерді тұрғызыңдар, өздерің қайда тұрсаңдар деген аят бар. Аскенухунна мин хайсу сакантум дейді. Яғни сіз үйіңізге әкелуіңіз керек әйеліңізді. Ол жоқ. Қыз әкесінің үйінде, бұл өзінің әкесінің үйінде квартирада кездесіп жүреді. 4 ай болғаннан кейін ана қыз қуанып жүкті болдым деп келсе, сен талақсың дейді. Міне қараңда, мақсаты не? Мақсат нәпс. Сонда біз яғнедегі сақалымызды қойып, баламыз кесіп алсақ болды ма? Нәпсіміздің бәрін істеп жүре берейік па? Діннің бәрін битіп сызып тастап білгенімізді істеп жүре берейік па? Біз оларға осындай айып кемшіліктерін тыйыныңдар. Міне Құранға, хадиске қайтыңдар. Сонда ана жаңа жігіт айтты, имам Абу Ханифа ида саххал хадис фа хуа мазхаби деген дейді. Сахih хадис болып отыр ма бұнікі? Біздікі мазхаб қате болып отыр ма? Қараңыз, қайда жатыр әңгіме? Сосын уақытыншалық некені харам қылған. Пайғамбар алейхиссалам Али ибн Аби Талиб разияллаху анхуды Хайбар деген жерде соғыста шығарып, уақытыншалық некені харам, никах мутқа харам деп жариялаған. Бүкіл сахабалар бұған келіскен, ижма болған. Пайғамбарымыз өзі бұйырған. Енді бұлар не істеп жатыр? Сол Ақтөбеде бір 17 жасар қызды 3 айдың ішінде 8 некеге алады. Анау жаңағы вақтыдан келеді, брат, мен анаған талап қойдым, сен некелеп ал. Осының браттары анаған қосылып шығады. Сонда ол жезекші болмай не болды? Бұлар зina қылмай не болды? Егер дінді біз дайын масхабтан алатын болса, ол бәрін жазып қойған. Пунктімен жазып қойған. Неке қалай болады? Идда қалай болады? Талақ қалай болады? Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.